Жоғарғы оқу орнына бірінші сыныптан дайындық. Қазақстанда білім беру депозиттерінің салымшылары соңғы жылдары еселеп арта бастады. Бүгінде олардың саны 15 мыңнан асып жығылады. Баланың болашағы үшін қазірден қамданған ата-аналарды қандай жеңілдіктер күтіп тұр? Салмақты сауалдың жауабын тілшіміз Елдос Сапарғали айтсын. Айым Смағова жазғы демалысын қаржылық сауаттылық мектебінде пайдамен өткізіп жатқандардың бірі. Бастауыш сыныбының оқушысы болса да, ол болашақта қандай мамандық иесі болатынын қазірден жақсы біледі. Мен бухгалтер немесе модель болғым келеді. Модель болғаным өйткені дизайнер оны әдемі киіндіріп, әдемі болып киініп шығады. Ал бухгалтер өте көп ақша санайды. Ақшаның қадірін бала кезден түсінген оқушы білім алу үшін қаражаттың қаншалықты қажет екендігін түсінген. Биік мақсатына жетсін деген Айымның ата-анасы оқу депозитін ашып, қазірден ақша жинай бастады. Жалпы 2013 жылдан бері баласының болашағын ойлаған 15 мың ата-ана дәл осындай есеп-шот ашқан. Кладу я ежемесячно 10 тысяч. Мен осыдан 10 жыл бұрын ұлыма депозит аштым. Ай сайын 10 мың теңгеден салып отырамын. Өзімнің жоспарым бойынша оны еліміздің жоғарғы оқу орнына түсіріп, кейін шетелде магистратура оқытсам деймін. Жиналған қаражатпен Қазақстаннан бөлек шетелдік кез келген оқу орнына түсуге мүмкіндік бар. Ал егер балаңыз мемлекет бөлген грантқа түсетін болса, ақшаны өзге баланың атына аударуға мүмкіндік бар. Мұндай депозиттің арқасында 40-60%-ға дейін үнемдеуге болады дейді мамандар. Бұл депозиттің ерекшелігі, ең басты ерекшелігі ол қосымша берілетін мемлекеттік пайызда. Мысалы, басқа депозиттерді алсақ, банк ең көбінде 15% береді. Ал біздің осы арнайы жинақтау депозиттерді алсақ, табыстылығы 19 немесе 21%. Ол неден құралады? Банктың сыйлық ақысынан құралады 14%, және қосымша берілетін мемлекет пайызынан құралады. Ол 5% немесе 7%. Қазір бұл жүйе елімізде тиімді жұмыс істеп тұр. Депозиттің қызығын көріп жатқан 100 студент жоғарғы оқу орындары мен колледждерде білім алуда. Елдос Сапарғали, Өмірбек Изимов, Бауыржан Қадыржанов, 24 KZ, Астана.